Сіз ұйқы туралы таңғаларлық 12 факт туралы білесіз бе? Білмесеңіз, видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдыруыңызды өтінемін. Ұйқы адам баласы өмірінің 1/3, яғни 25 жылын ұйқымен өткізеді екен. Ал 7 жылы ұйықтап алсам деген ойға кетеді екен. Бірақ ұйықтамайды. Ұйқыға деген қажеттілік жасқа байланысты өзгереді. Балалар күнделікті 10-12 сағат, жасөспірімдер 8-11, ересектер 7-8 және қариялар 6-7 сағат ұйықтау қажет. Жақсы ұйқы жұмыстың тиімді және өнімді болуына септігін тигізеді екен. Алайда бұл ұйқыны қандырып, төсектен тұрмай жатып алу деген сөз емес. Да Винчи, Франклин, Черчилль сынды ұлы адамдардың күнделікті ұйықтау режимі 2-4 сағат болған. Қысқа ұйқы олардың үлкен іс атқаруына кедергі болмады. Жақсы ұйқы үшін бөлме температурасы маңызды рөл атқарады. Егер бөлме тым суық немесе тым ыстық болса, ұйқы бұзылады. Сондай-ақ жағымсыз түстерді жиі көреді. Кейбір ұлы жаңалықтар осы түс көру барысында ашылған. Мысалы, Менделеев өзінің ұлы жаңалығын ашпас бұрын түс көрген. Соның арқасында Менделеев кестесін жасаған. Мұндай жағдайлар ми күндіз қабылдаған ақпаратты ұйқы барысында өңдейтінден пайда болады. Сондай-ақ ұйқы барысында дене күтпеген жерден қозғалып сілкінеді. Бұл мидың бұлшық етке жіберетін импульсінің әсерінен. Мұны гипнагогиялық шайқалу деп атайды. Мидың ұйықтау кезінде бұлшық еттің барлығы жұмыс жасауын тоқтатады. Сондықтан, егер сіз түсіңізде жүгіріп жүрсеңіз, іс жүзінде қозғалмайсыз. Бірақ ми көз бұлшық еттерінің жұмысын тоқтатпайды. Сондықтан олар ұйқы кезінде әрі-бері жылдам қозғалады. Олар мұны терең ұйқы фазасында жасайды. Бұл жылдам қозғалу фазасы деп аталады. Омыртқа ұйықтап жатқанда босайды және созылады. Демек, сіз таңертең кешке қарағанда сәл ұзынырақ оянасыз. Психологияда адамдар қалың жамылғының астында жақсы демалатыны дәлелденген. Жамылғыны құшақта жүйке жүйесін тыныштандырады. Ал адам денесі ашық жатқанда ыңғайсыздық пен осалдық сезімі пайда болады екен. Оңтүстік кореялықтар мен жапондықтар жерде әрі аз ұйықтайтын халық. Жылқы мен зебра сияқты жануарлар тұрып ұйықтайды. Бұл оларға кез келген уақытта қауіптен құтылуға мүмкіндік береді екен. Кейбір құстар, оның ішінде альбатростар, ұшып ұйықтай алады. Дене ұйқы уақытында энергия жинайды екен. Егер сіздің ұйқыңыз нашарласа, дене тамақ арқылы энергияны толықтырады. Сондықтан ұйқының дұрыс болмауы көбіне артық салмаққа алып келеді екен. Ұйқы ғалымдар шеше алмаған жұмбақ. Адамның өмірінде үлкен рөл атқаратынына қарамастан, бұл процестің қалай өрбитінін айту қиын. Жаңа туылған нәрестелер бір тәулікте 14-17 сағат ұйықтайды екен. Төсекте жатып музыка тыңдайтын адамдар жылдамырақ ұйықтайды және олардың ұйқысы қатты болады. Өйткені музыка жүйке жүйесіне жақсы әсер етеді екен. Түнде көрген түстердің 90% есте қалмайды. Адамдар бір түнде 7 түрлі түс көре алады екен. Біз түсімізде бөтен адамды көре алмаймыз. Түс көру кезіндегі кейіпкерлердің барлығын шынайы өмірде көргенбіз. Егер 10 түн бойы 6 сағаттан ұйықтасаңыз, сіздің есте сақтау қабілетіңіз төмендеп, теңгерімсіздік пайда болып және түсініксіз сөйлейтін боласыз. Сол себепті ғалымдар бір тәулікте 8 сағат ұйықтауға кеңес береді. 1965 жылы Рэнди Гартнер есімді жігіт 11 тәулік бойы ұйықтамай Гиннестер рекордтар кітабына енген екен. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде басынан жарақат алған венгриялық жауынгер 40 жыл бойы ұйықтамаған. Ұйқысыздықтан зардап шегетін адамдардың иммундық жүйесі төмен және жұқпалы ауруларды жұқтыру қаупі жоғары екен. Ұйқысыз адамның жұмысқа қабілеттілігі 16 сағаттан кейін төмендейді. Ұйқы жетіспейтіндер семіздікке бейім келеді екен. Американдық сарапшылар ұзақ өмір сүру үшін күнделікті 6,5-7,5 сағат ұйқы қажет деген тұжырымға келген екен. Ұйқы туралы ақпаратым пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.